Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге қағаздан қоян жасап көрсетемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен А4 парақты алып, осылай шаршы етіп, қайшының көмегімен қиып аламыз. Содан соң симметриялы етіп бүктейміз. Содан соң оны ашып, қайтадан жартылай бүктейміз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Осылай төрт бетінде үш бұрышты етіп бүктейміз. Содан соң дәл осылай ішке қарай бүктеп шығамыз. Төрт бетінде дәл осылай жасап шығамыз. Міне бізде осындай фигура шығады, ал енді осылай үш бұрышты етіп бүктейміз. Келесі бетінде қайталаймыз. Ал енді видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Содан соң осылай қайырамыз. Бізде осындай фигура шығу керек. Осылай бүктейміз. Пайда болған пішінімізді дәл осылай жартылай қайырамыз. Біздің қоянымыз дайын болып қалды. Міне біз енді қоянның басын жасаймыз. Ол үшін дәл видеода көрсетілген амалдарды жасаңыздар. Бізде қоянның басы дайын болды. Енді қоянның аяғын жасауға кірісеміз. Міне осылай қайырамыз. Содан соң қоянымызды ашып, пайда болған пішінімізді ішке қарай қайырамыз. Бұл біздің қоянымыздың аяғы болып саналады. Міне осылай тағы да ішке қарай қайырамыз. Екінші бетінде дәл осылай қайталаймыз. Ал енді қоянның көзін сызуымыз керек, ол үшін фломастердің көмегін қолданамыз. Құлағын осылай қайырып, әдемі етіп жасап қоямыз. Міне біздің қоянымыз дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте әдемі болып шығады. Видеоны сіз дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.